Құдай тәбәрәкә ва тағаланың барлығының үлкен дәлелі. Неше мың жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлеседі, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Ва һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғадалет, махаббат, Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғадалетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Иландым, сендім демек, иландырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғадалет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғында жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта махаббат пен сезім бар. Бұл ғадалет, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол кісі ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз. Көзбен көріп, ақылмен біліп.